Залымдар пляжы – бұл ең үлкен армия десек те болады. Бұл армияның басшысы Зұлым Рафаэль. Рафаэль бұл аралды кезінде әкесі мұрағатқа қалдырған. Яғни айтатын болсақ, әкесі Сантозаның және де Сантозадан бөлек аралдың бастығы болған. Бастығы болғанда патшасы бүкіл әлемді басқаратын. Ал бұны сеніп осы баласына тапсырған. Ал бұл баласы өзінің айтқанымен жүретін еді. Өзінің айтқанын ұйымдастырып, өзіне өлесіңдер, болмаса менің айтқанымды тыңдайсыңдар деген. Ал бұл оның уәзірі десек те болады. Яғни өл десе өледі, жұмыс істе десе жұмыс істейтін адам. Бұл екінші армия. Екінші армия болғанда қалай? Сантоза аралының, яғни жарты бөлігі десек те болады. Енді Сантоза аралы жоғалып кетпес мақсатында жасалған. Егер Сантоза аралы жоғалып кетсе, яғни жаулап алса, осы әскерлердің барлығы Сантозаны қайта қайтаруға барады деген мақсатпен қолданады. Яғни бір-екі рет құтырып қалған десек те болады. Яғни айтатын болсақ, Сантозаның спонсоры десек те болады. Ал бұлар күні-түні дайындалады Сантоза аралын қорғау үшін. Сантоза аралы. Бұл Сантоза аралы. Бұл жер үшінші армия. Бұл үшінші нөмірлік армияның бір ерекшелігі, бұл жерде өз елінің патриоттарымын деген адамдар ғана қызмет етеді. Қалай айтсақ болады? Кезінде Рафаэль барлығы менің айтқаныммен жүресіңдер, менің айтқаныммен залымдық жасайсыңдар, болмаса өлтіремін дейді. Ал бұл бастық, барлығына менің айтқаныммен жүрсеңдер жаман болмайсыңдар дейді. Ал бұл Форт Генерал, екінші Сантозаның басшысы. Бұлар күні-түні дайындалады. Яғни бұлардың басшысы Гепард, ол Гепард, барлығы оны жылдан болғандықтан Гепард деп атап кеткен. Енді ол Гепард өзінің мыналардың барлығын жақсы жолға тәрбиелеу үшін дайындаған. Бұл ангар. Қараусыз қалған армия. Бұл жерде ең мықты отрядтар ғана дайындалатын еді, алайда бұл жер қараусыз қалып кеткен деседі. Бірақ бұл жер әлі де мықты қалпында қала берген. Бірақ бұл жер қараусыз қалғандықтан бұл жерге үш армияда, яғни екі армияда таласады, соғысады десек те болады. Бірақ ортақ істерін осы жерде шешетін еді. Бұл Форт Генерал. Бұл өзінің енді отрядын дайындау үшін ең бірінші осы жерді көруге келеді. Ең алғаш болып, яғни ал бұл оның қызметшісі болады. Ол оның уәзірі десек те болады. Ол оның шауыпкел барып келі. Олар өзінің дайындалатын жерін қарап отыра береді. Ал бірақ олар оның біреудің аңдып келе жатқанын білмейді. Ал бұл болса, ол сатқын. Яғни айтатын болсақ, Скорпион деген атаққа ие болған. Ол Рафаэльдің сатқыны. Яғни айтатын болсақ, ол Сантоза аралының сатқыны. Ол Сантоза аралының басшысы. Алайда ол пара алып Форт Генералды өлтіреді. Форт Генералды Рафаэльдің тапсырысы бойынша өлтірген соң, Форт Генералдың оң қолы оны басшыға айтуға асығады. Яғни айтатын болсақ, өзінің көлігімен зуылдап барып, басшыға барлығын айтпақшы болады. Сантоза аралына жылдамдатып барады. Ал Скорпион болса, өзінің ісін бітіргенін түсінген соң, барлығын істелген біткен соң Рафаэльге келеді. Ал Рафаэль болса, оған қуанады. Молодец сен, осының бәрін өлтіргенің үшін мен саған әлі көп алғыс білдіремін. Ал осыдан кейін біздің, яғни Форт Генералдың оң қолы оны ангардың, яғни ангардың бұрынғы басшысы біздің өзіміздің Гепардқа айтуға барады. Яғни Сантозаға ұшып келеді. Өздің ең қатты жүретін көлігімен зуылдап келіп, оның Гепардқа барлығын айтуға келген болатын. Көп созбай, ол Гепардтың қасына жылдамдатып барып, ойланбастан барлық болған жайттың барлығын айтып береді. Оның барлығын естіген Гепард болса, ол Сантозаның екінші аралын қиратайын деп жатыр деп айтады. Бірақ олар бірден іске кіріспекші болады. Яғни айтатын болсақ, ол барлық өзінің әскерлерінің барлығын жинайды. Ал бағанағы Скорпион болса, Сантозаның екінші бөлігінің Сантозаның екінші оң қолы десек те болады. Сантозаның
басқарады деп шешім қабылдайды. Ал Рафаэльдің басшысы болса Сантозаның екінші бөлігінің барлығын қиратып жібереді. Ал бұл Рафаэль қайтадан өзінің жерінде отыра береді. Бұның уәзірі барлық нәрсені айтқанын түсіндіреді. Барлық екінші, яғни Сантозаны өлтіргенін. Ал бұл Гепард өзінің жоспарын іске асырмақшы болады. Яғни айтқанда барлық енді біздің өзіміздің залым аралындағы барлық кейіпкерлердің барлығын минаға өлтіру үшін. Яғни ол барлығын алда білді, не болатынын барлығын. Олар енді Сантозаның жарты бөлігін өлтірген соң енді Сантозаның жаулап алуға келеді деп ойлаған. Ал Гепард болса ойланбастан жолдың барлығын миналанғанын біліп, барлығын қарап отырады. Ал бұл залым аралындағы адамдардың барлығы бірден өздерінің көліктеріне қарай жүгіреді. Олар Сантозадағы көпірдегі миналардың бар екенін білмеді. Ал олардың барлығы енді Рафаэльден қорыққанынан өзінің істеріне кірісе жөнелді. Олардың барлығы машинасымен кетті. I'm so fucking ugly inside, and no, I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul. You must pay, for your sins, and no, maybe they can save you, my baby, but you must pay, oh yeah. You must pay, for your sins, and no, maybe they can save you, my baby, but you must pay, oh yeah. Thoughts keep running inside my head, and I don't know why, but they want me dead. Where's my God? I just need some help, cause demons keep screaming inside my brain.